Біздің мектеп шағын мемлекет сияқты. Мұнда әртүрлі этностар білім алады. Мектептегі әр оқушы өз мәдениетін, тілін және дәстүрлерін алып келеді. Бұл бізге бір-бірімізді түсінуге, құрметтеуге және достық қарым-қатынастар орнатуға мүмкіндік береді. Мектепте қазақ тілі сабағында оқушылар тек сөз қорларын жақсартып қана қоймай, сондай-ақ қазақ әдебиетін, поэзиясын және халық ауыз әдебиетін тереңнен зерттеді. Мұғалімдеріміз оқушыларды тілдің байлығын сезуге, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелейді. Неге кешігіп келесің? Мен балалардың Әлем қандай күшті жыл, аяғда бері адамдар атпен жүрді. Қандай әдемі сурет, қандай намыс күшті. Алма, қалай істеген бе? Бірге ойқышып, жарайды. Елбасымыз өз жолдауында қазақ тілінің маңыздылығын үнемі атап өтеді. Тілімізге келсек, оны да сақтап қаламыз. Басқаша болмайды, себебі ең күрделі кезеңдерде тіліміз көзі ашық ағаларымыздың, қарапайым халқымыздың арқасында аман қалды.